Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, бір жасағаннан әдем болып шығатын вупи пай тортының оригинал рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылып қойыңыздар. Ең алдымен тортымыздың қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге 160 грамм қант, 80 грамм сары май, 150 грамм шоколад, 200 грамм ұн, 4 жұмыртқа, 20 грамм какао және де 20 грамм қопсытқыш қажет. Шоколад пен майды осылай паровой баняға қойып ерітіп аламыз, және де ол ерігенше жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Жұмыртқалы массамыз ағарып, екі еселенгенше осылай миксермен жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамыз осылай екі еселенгеннен кейін оған еріген сары май мен шоколадты қосып, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң ұнымызға какао ұнтағын және де қопсытқышты қосып, бір араластырып, осы жұмыртқалы массамызға електен өткізе отырып, 2 немесе 3-ке бөліп қосамыз. Ұнымыз ұшып кетпес үшін осылай шамалы миксермен араластырып жіберіп, содан соң барып миксерімізді қосып араластырамыз. Осылай біркелкі болғанша араластырып болған соң ұнымыздың қалған бөлігін қосамыз. Содан соң жақсылап миксермен біркелкі болғанша қайтадан араластырып шығамыз. Осымен бисквитіміздің қамыры дайын, осындай консистенцияда болуы тиіс. Пергамент қағазына осылай формамызды қойып, сызып аламыз. Мендегі форманың диаметрі 20 см. Рецептте көрсетілген заттардан 4 корж шығады. Пергамент қағазына сызып болған соң қамырымыздың 2 немесе 3 қасығынан сала отырып, осы сызып қойған пішініміз бойынша қамырымызды домалақ етіп жайып шығамыз. Тортымыздың бисквитін 180 градуста қызып тұрған пеште 8-9 минут шамасында пісіріп аламыз. Бисквиттеріміздің піскенін ортасына шпажка немесе зубочистканы тығып көру арқылы тексереміз. Егер құрғақ болып шықса, толығымен піскені. Корждарымыз дайын. Егер де сізде жан-жақтары түзу болмай шықса, форманың көмегімен жан-жағын түзелетіп кесіп шықсаңыздар болады. Корждарымыз суығанша тортымыздың кремін дайындаймыз. Салқын кілегейді жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап араластырамыз, және де жылдамдығын сәл көтеріп отырамыз. Мен шамамен 7 минут шамасында осылай араластырып шықтым. Содан соң оған творожный сыр мен маскарпонені қосып, творожный сыр мен маскарпонеміз жұмсарғанша араластырып аламыз, шамамен 1-2 минуттай. Осылай жұмсара бастағаннан кейін оған қант ұнтағын қосамыз. Барлық заттарды біркелкі крем тәріздес болғанша араластырамыз. Осылай шеттеріне жабысып қалған кремдерімізді ортасына түсіріп, миксердің ең төменгі жылдамдығында 2-3 минуттай араластырып, содан соң миксеріміздің режимін 1 саты көтеріп, тағы да 2-3 минуттай араластырамыз. Біркелкі бола бастағаннан кейін 1 ғана минуттай араластырамыз, одан артық араластырудың қажеті жоқ. Осымен креміміз дайын.
сондай үлпілдек, әдемі, жұмсақ және де біркелкі болып араласқан. Мен тортты қазіргі трендтегі бенто торт стилінде әсемдеймін. Қаласаңыз осылай әсемдесеңіз болады, немесе классикалық вупи пай түрінде жинасаңыз да болады. Тортты мен осындай кольцода жинаймын, бірақ бұндай кольцода жинау міндетті емес. Сонымен қатар корждарға пропитка жасаудың қажеті жоқ. Пропиткасыз-ақ корждарымыз влажный, нәзік, жұмсақ болып шығады. Тортымызды кольцода жинап болғаннан кейін сыртына видеода көрсетілгендей етіп кремімізді жағып шығамыз. Бетін әсемдеуге 2 ас қасық крем бөлек алып қаламыз. Шпажканың көмегімен осылай жан-жақтарын тегістеп, бетін барлығын тегістеп шығамыз. Алып қалған креміміздің 1 ас қасығын қызыл түске бояп, осылай жүрекшелерімізді салып шығамыз. Қалауыңыз бойынша гүл немесе басқа да суреттер салсаңыз болады. Тортымызды дайындап болғаннан кейін бетін жауып 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Осымен тортымыз дайын, өте дәмді, жұмсақ, бір жасағаннан ақ әдемі болып шығады. Бұндай тортты жасау үшін менде шамамен 50 минуттай уақыт кетті. Бірақ сізде бұдан ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Лаура, және де арнама жазылуды ұмытпаңыздар.